Сәлем достар, бүгін сіздерге Temu сайтына тіркелуді көрсететін боламын. Ең алдымен App Store'дан немесе Play Market'тен Temu деген сайтты жүктеп аламыз. Міне осындай болып тұрады. Жүктегеннен кейін кіреміз ішіне. Кірген соң бізде осындай бет ашылады. Төменгі жағындағы профиль деген батырманы басамыз. Және осы жоғарысында вход деген батырманы басамыз. Мына жерге электрондық почтаңызды немесе қолданыста жүрген телефон номеріңізді жазасыз. Мен қазір телефон номер жазамын. Продолжить батырмасын басамыз. Және осы телефон номерге сообщение келетін болады. Соны жазамыз. Міне сіз осылай сәтті тіркелген боласыз. Келесі осы жерде почтаңызды жазасыз. Бұл міндетті түрде қолданыста жүрген почтаңыз болу керек. Осы жерді толтырып шығамыз. Келесі продолжить батырмасын басамыз. Осы почтаға бізге қазір сообщение келеді, соны жазамыз. Осылай почтаңызды жазасыз. Жазғаннан кейін сізге сообщение келеді. Соны осы жерге енгіземіз. Окей деген батырманы басамыз. Міне осылай тіркелген боламыз. Енді X батырмасын басамыз. Енді осы сайттан кез келген заттарды, алғыңыз келген заттарды көре бересіз. Мысалға мен осы жерде мына футболканы алғым келеді. Алғым келген нәрсені достар, енді сіздерге Temu сайтынан зат алуды көрсететін боламын. Ең алдымен осы сайтқа кіреміз. Кірген соң осы жерден жоғарғы жағына өзіңізге керекті затты іздейтін боласыз. Немесе мына жерде камера тұр ғой, осы камераны басып, скриншот алған затыңызды немесе камераға любой затты қойып іздесеңіз болады. Сосын мен мысалға көрсетейін, любой бір затты алып. Мына жердегі мына киім ұнады маған, осы жерден корзинка плюс деп тұр ғой, соны батырманы басамыз. И мына жерден размерлерін таңдаймыз. Размеріңізді көресіз. Таңдайсыз, мысалы XS десем, корзина десем, бұл менде корзинаға сақталатын болады. Енді осы жерде тағы бір мән беретін жағдай бар. Мысалға, сіз осы заттардың қанша зат сатылды, мына жердегі жұлдыздар санына қарай затты сатып алатын боласыз. Мысалға, мынау киім, мынау сұр толстовка 4-ақ жұлдыз жинап тұр. Сосын бұда көп не жоқ, көп сатылмаған. Сондай жерлеріне қарап сатып алатын боласыз. Бірден былай ала салуға болмайды заттарды. Қанша зат өтті, қалай болып келді, астынан көріп алсаңыз болады. Міне 4-8 жұлдыз жинаған, яғни бұл жақсы деген, астындағы отзывтарын қарап оқып аласыз. Сосын мысалы мына корзина дейміз. Одан кейін корзинаға кіреміз, алатын заттарымызды. Менде мысалы аналар удалить етіп тастайын. Өзіңізге керек затты ғана аласыз. Мынау 6 пар носки 1300 теңге деп тұр. Осталось 14 штук қалды деп көрсетіп тұрады осылай. Сосын мысалға алатын заттарыңыз қалды осы жерден. Мысалға мынау өшірсен, осы затты ғана алайын. Оформить заказ дейміз. Дегеннен кейін осы жерде бізде, мен қазір мына жерге нені толтырып қойдым. Сіздер осы доставкада екі түрлі жеткізу қызметі болады. Біреуі почта арқылы немесе карго арқылы жеткізу болады. Жаңа постпен немесе любой почтаның өзіңізге жақын жердегі почтаны таңдасаңыз болады. Қай қалай екен барлығын жазып толтырасыз.
сосын мынау төменгі жағына картаңызды тіркейсіз. Каспи картаңыз немесе мына жерге номер картаңызды жазасыз. Қандай Каспи или болмаса тағы неше түрлі карталарыңыздың номерін жазасыз. Мына жерге срок действиесін жазасыз. Мына жерге соңындағы 3 санды жазасыз. Былай мысалға. Сосын оформить етесіз заказды. Мына жерге картаңызды тіркегеннен кейін картаңыз тіркейсіз. Мен мына жерге жай жазғам ғой, сіздерге көрсетуге. Сосын мына жерден жоғарғы жағынан таңдайсыз адресті. Мына жерге бірінші сіздерден не шығады? Қазпочтаны толтыр деп шығады. Соны толтырғаннан кейін мына осылай толтырып шығасыз. Қазпочтаның несін, адресін барлығын. Немесе қазпочтамен емес, жаңа постпен заказ беретін болсаңыз, жоғарғы жағындағы изменить деген батырма тұр ғой, местоположение пункт выдачи изменить деп. Осы жерден жаңа пост таңдайсыз, өзіңізге жақын жердегі. Жаңа дегенді бассаңыз, жаңа посттың адрестары шығады. Қонаевадағы, мен Таразда тұрамын. Таразда тұрғандықтан өзіме жақын таңдайтын боламын. Осылай таңдаймыз. Таңдап болғаннан кейін төменгі жағында забрать здесь деп тұр ғой, соны басасыз. Немесе сіз осы сохранить етіп почтамен заказ берсеңіз де болады. Ең соңында барлығын толтырып болғаннан кейін мына жердегі подтвердить заказ дегенді басамыз. Басқаннан кейін сізде осы карта тірке деп шығады. Соңында картаны тіркеп заказ беретін боламыз.